Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздермен осындай песочный печеньенің рецептімен бөлісемін. Енді бұл печенье күшті, магазиннің печеньенен де өте дәмді болып келеді. Ең әуелі біздер осы печеньеміз үшін сары май, бөлме температурасындағы майонез, жұмыртқа, және разрыхитель, ванилин керек болады. Біздер ең бірінші бөлме температурасындағы сары майымыз бен қантымызды 4 минуттай жақсылап миксерлеп алуымыз керек. Қыздар, миксерлеп болдық. Енді осы дайын болған массамыздың үстіне майонезімізді салып, тағы да миксерлеп аламыз. Енді жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Қыздар, міне дайын болған массамыздың үстіне ұнымызды, разрыхитель және ванилинді салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Дайын болған массамызды енді осыны 170 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Бұл печенье негізі рецепті өте қиын да емес, үйде бүкіл заты бар. Міне қыздар, біздердің печеньеміз дайын болды. Өте күшті, бұл песочный болып шығады. Бүкіл ұнататын печенье негізі. Магазиннің печеньесінен де асып түседі, артықтық етпесін, негізі осылай айтсам да. Міне қыздар, біздердің печеньеміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.